Біздің отбасымыз білім мен тәрбие және рухани құндылықтарды өмірлік бағдар еткен ұстаздар отбасы. Екеуміз де мұғалім мамандығын саналы түрде таңдап, жас ұрпақ тәрбиесіне өз өмірімізді арнадық. Ұстаздық біз үшін тек кәсіп емес, ол үлкен жауапкершілік пен үздіксіз еңбекті талап ететін қасиетті міндет. Жолдасым Мұхтаров Нұрсұлтан Мұхтарұлы арқалық педагогикалық институтын тамамдаған, қазіргі таңда Қолдасбаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Ол шәкірттеріне салауатты өмір салтын, тәртіп пен табандылықты үйретеді. Сонымен қатар әншілік өнерді қатар алып жүруі балалардың эстетикалық талғамын дамытып, рухани әлемін байытады. Спорт пен өнерді үйлестіре отырып, ол оқушылардың жан-жақты тұлға болып қалыптасуына үлес қосып келеді. Мен Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтын тамамдаған, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Қазіргі таңда Қолдасбаев атындағы жалпы білім беретін мектебінде жұмыс жасаймын. Шәкірт тәрбиелеуде тынымсыз еңбек етіп, оқушыларды тілдік құзыреттілігін арттырумен қатар, ұлттық рухты, көркем ойлауды қалыптастыруды басты міндет етемін. Білім мен тәрбие ұштасқан жерде ғана нәтижелі оқу болатынына сенемін. Осы еңбектің нәтижесінде оқушыларым аудандық және облыстық деңгейдегі білім сайыстарында жүлделі орындарға ие болып, жеңімпаз атануда. Бұл ұстаз еңбегінің ең үлкен жемісі. Отбасымыздағы басты құндылықтар бірлік, өзара қолдау, еңбекқорлық және кәсіби адалдық. Біз бір-біріміздің еңбегімізге құрметпен қарап, ортақ мақсат жолында бірге дамимыз. Мамандық таңдауда қателеспегеніміз шәкірттеріміздің жетістігі мен қоғамға қосып жатқан үлесіміз арқылы айқын көрінеді. Білім беру мен шәкірт тәрбиелеуді өмірлік мұрат еткен ұстаздар отбасы ретінде біз осы жолда аянбай еңбек ете береміз.